Ардынша үйден отағасы шығып, амандасып қонақтарды үйге кіргізді. Амандық сұрасқан соң отағасы: «Үйдегі барыңда кел, қонақтарға» деп дауыстады келіншегіне. Келіншек үндемей жүріп дастархан жайып, нанын қойды. Шығып кетіп, табағы пышағын қосып, қауын әкелді. Отағасы қауынды қолға алды. Қауынның бір жағы шіри бастаған екен. Жігіт келіншегін шақырып, басқа қауын әкелуін бұйырды. Келіншек үндемей қауынды алып кетті де, аздан соң қауынымен қайта кірді. Отағасы қауынды қолға алып, қайта дауыстап шақырды: «Мына қауыныңды шіри бастапты, басқасына кел» деп келіншегінің қолына қауынды ұстатты. Жағдай қайталанды. Жігіт келіншегіне ашуланды. Келіншекте үн жоқ. Төрде бәрін бақылап отырған қонақ: «Жігітім, босқа ашуланба. Келіншегің ақылды жан екен.